Құрметті әріптестер, мен нөмірі 19 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Аймағамбетова Айнұр Сегізбайқызымын. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған сабақтың тақырыбы феодалдық экономика ерекшеліктері неде деген. Бұл тақырыптың оқу мақсаты экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылық түрлерін сипаттау және қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, орта ғасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау болып табылады. Сабақ үрдісінде толеранттық сананы қалыптастыру, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру және сонымен қатар шаруалардың қоғам алдындағы еңбегін дәріптей отырып, оқушыларды еңбек сүйгіштеп балу сияқты құндылықтарды дарыту көзделді. Өздеріңіз көргеніңіздей, бұл сабақ жаңартылған мазмұнында оқу бағдарламасы бойынша берілді және сабақ өте қызықты өтті. Құрметті оқушылар, саламатсыздар ма? Саламатсыздар! Бүгінгі дүниежүзі тарих пәнінен сабағымызды бастаймыз. Мен Аймағамбетова Айнұр Сегізбайқызы, тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақ өте қызықты болады деп ойлаймын. Қазір сіздерге бір үлкен сыйлық әкелгім келіп тұр. Ол сыйлық мына жерде тұр. Ескі чемоданмен қайда барамыз? Жол жүреміз, үлкен жол жүреміз, саяхатқа барамыз, барлығымыз саяхатқа барғымыз келе ме? Кім қандай жерге барғысы келеді? Гималайға. Сосын басқа қандай жерлерге? Анталия. Нұр-Сұлтан қаласына. Басқа елдерге барғымыз келе ме? Басқа елдерге де саяхат жасағымыз келеді. Енді балдар қараңдар, бұл саяхатта жүрген кезде осы чемоданға біз өзіміздің керекті заттарымызды салып аламыз. Қазір сіздерге ашып көрсетем, оның ішінде не бар екендігін. Енді құл иеленушіліктің алдыңғы сабақпен қандай байланысы бар? Кім айтады? Милана? Құл иеленушілік Рим империясында жақсы дамыған. Құл иеленушілік Рим империясында жақсы дамыған, өте дұрыс. Аяулым? Құл иеленушілік жақсы дамығанмен, бірақ Рим империясы құлағанда құл иеленушілік те жойылды. Дұрыс. Құл иеленушілік жақсы дамығанмен, Рим империясы Римнің жойылуымен құл иеленушілік дәуірі аяқталды. Одан кейінгі сөз темір балқыту, кім айтады? Али Сұлтан? Темір балқыту дегеніміз, ол деген әртүрлі металдарды балқыту және киімдерді өндіру. Ол деген Еуропа елдерінде жақсы дамыған. Еуропа елдерінде жақсы дамыған, қызыл түсті стикерлер алғандар, мына қатарға жасыл түсті алғандар, мына қатарға сары түсті алғандар болып топқа бөлінеміз. Феод деген кәдімгі жердің иелігі, яғни олардың жерлері көп болғанымен олар өзінің билігі көтеріліп. Жердің иесі феодал, феодал не істеген? Жерлерді қожайын болған. Жердің сосын неге мынау тәж, олар тәжді патшалар кел, ол жердің иесі ғой. Себебі не істеген олар? Байып кеткен. Байып кеткен олар. Байыған сайын не болуға ұмтылған? Ал. Біз екінші топпыз, ол деген өзі басқаша жер деп атайды. Жер деп атайды, құм, топырақ, жер. Бұл жерге иелік ету. Жерге иелік ету, феодализм деген сөз, Сосын жұмырт Ыдыс-аяқтар мен үй жиһаздарын өздері қолмен жасаған. Қажетті азық-түлік пен бұйымдарды поместьенің өзінде өндірген. Орталық мемлекеттік билік әлсіз болды. Орталық мемлекет әлсіз болды. Енді оқушылар тақтаға назар аударамыз. Бізде екінші тапсырма математикалық кесте беріпті. Жаңа мәтінмен жұмыс болды, феодализм, натурал шаруашылық деген сөздерді, феод деген сөздерді, ұғымдарды талқыладық. Сіздердің жақсы қабылдағандарыңызды мәтіннен байқап отырмын. Енді мына жерде екінші тапсырма математикалық кесте берілді. Бұл кестерде қараңыздар, түсініп алыңыздар. Экономикалық жүйе терминіне қатысты сөздер тұр. Заң, шаруашылық, еңбек, тауар, салық, сату, сатып алу, сауда, өндіріс, өндіруші, өндіріс, меншік. Егер де сіздер осы феодалдық экономикада болса, мына жерге бүйтіп белгі қойып кетеміз. Мысалы, заң болса заңға, еңбек болса еңбекке, егер шаруашылық жоқ болса шаруашылыққа алу белгісін қойып кетеміз. Ал еңбек болса еңбекке қосу белгісі немесе әртүрлі белгі қоюға болады. Және соның
дәлелдейсіңдер. Шаруашылық белгілерін атаймыз. Мысалы, заңға қойдыңдар ма? Қандай заңдар бар? Феодалдық дәуірде. Немесе салыққа қойдыңдар ма? Қандай салықтар бар? Соны дәлелдейміз. Егер де дәлелдерің жоқ болса, онда не істейміз? Белгі соқпаймыз. Түсінікті ғой? Қазір сіздерге 2-3 минут беріледі, онда таныстырылым болады. Сондықтан осы екінші кестені алдарыңыздағы А3 форматына сызамыз. Шаруашылық және егін шаруашылығын өндірді. Еңбек болды. Олар жер алу үшін көп еңбек еткен. Еңбек екі түрге бөлінген: барщина және оброк. Барщина еңбек салық және ол деген өзі үшін еңбек етіп салық алған. Оброк дегеніміз өндірген заттың жартысын төлеген. Келесі тауар бөлімі рефлексияда ұнады, неліктен қиын болды, неліктен дегенді. Ұнады, ұнаса неліктен, қиын болды, қиын болса неліктен. Алдарында қағаз тұр, бәріміз бір-бірден алармыз.